Девочка из города Караганда, жымиясын мен қарағанда, сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Сәлем достар, бүгін біз Мади Қадыровтың «Девочка из города Караганда» деген әніне разбор жасайтын боламыз. Бұл менің алғашқы разборым, сондықтан маған қолдау көрсетіп, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Әнде кездесетін аккордтар өте оңай, бар жоғы 4 қана аккорд кездеседі. Олар АМ аккорды, Е аккорды, Д және куплетте кездесетін 4-ші С аккорды. Қайырмасынан бастайық разборды. Девочка из города Караганда деген жерінде біз АМнен бастап ДМге ауысуымыз керек. Девочка из города Караганда, жымиясын мен қара. АМге қайтадан ғанда, сен дегенде жүрек Е соғат, ойнағандай бара. АМ банда, сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Тағы да көрсетейін. АМнен Д аккордын ауысамыз, Д-дан АМге ауысамыз, АМнен Е, сосын барып АМ болды. Барлығы осы 3 аккорд қана. Ары қарай куплетіне келетін болсақ, куплетте тура осы АМ және Е аккордтары және қосымша С аккорды, бірақ ДМ аккорды кездеспейді ол жерде. Жансырымды бір сәтке тыңда менің дейді. Жансырымды бір сәтке тыңда менің. С аккорды болады. Содан кейін Е. Таныспай-ақ шын ғашық қылған едім. АМге келдік, қайтадан АМнен бастаймыз. Айттым бірақ қай жерден екеніңді. Сосын Е. Сұлуым сен не деген жұмбақ едің. Бұл куплеті болды. Енді қағысқа келетін болсақ, қағысы мен слухпен келтірдім, нақты қағыстың қай түр екенін айта алмаймын. Бұндағы қағыс, яғни 2 төмен, жоғары, заглушка, жоғары. Бітті. Осы қағыс қана. 2 төмен, жоғары, заглушка, жоғары. Қағыс әр жерде 2 реттен айналып келіп отырады, яғни әр аккорд сайын 2 реттен ғана қағып отырасыз қағысты. Бірақ ең басында девочка из города Караганда деген жерінде АМ аккордынан бастайсыз ғой, сол жерде 1,5 ғана қағыс болады. Яғни толық бір қағыс қағасынан дейсіз де, соған осыған жалғап қайтадан 2 төмен 1 жоғары деп қайтадан қағас, содан кейін бар ДМге ауысып басынан бастайсыз. Әр аккордта 2-2 қағыстан кездесіп отырады. Басында ғана 1,5 қағыс тағы көрсетемін. Дейсіз, сосын ДМға түсіп кетесіз. Куплетінде де тура осылай әр аккордта 2 қағыстан. АМде 2 қағыс. С-да 2 қағыс, Е-де 2 қағыс, АМде тағы 2 қағыс. Болды. Бар жоғы осы. Қағысты қайта-қайта жаттығып, деп бір аккорд ұстап жаттығып қаға берсеңіздер, өте оңай қағыс. Бүгінгі түсірген осы алғашқы разборым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.